Ал енді бүгін present continuous'тың жаттығуларын қарастырайық. Раймонд Мерфидің English Grammar in Use кітабы бойынша. Так, бірінші жаттығу. Complete the sentences with the following verbs in the correct form. Төмендегі сөйлемдерді етістіктермен дұрыс формада толықтырыңыз дейді. Бізге қандай етістіктер берілген? Get, happen, get, алу, жету, әртүрлі аударыла береді, мағынасына қарай. Happen, случиться, болу. Look, қарау. Lose, жоғалту. Make, жасау. Start, бастау. Stay, тоқтау, қалу, бір жерде уақытша тұрақтау. Try, тырысу. Work, жұмыс жасау. Так, осы жерден видеоны тоқтатып, білмейтін сөздеріңізді сөздікке жазып алсаңыздар болады. Так, үлгі бірінші жаттығудың бірінші сөйлемі үлгі бойынша орындалып тұр. You болғандықтан біз to be етістігінің are формасын аламыз. You are working hard today. Бүгін өте қатты жұмыс жасап жатсыз. Yes, I have a lot to do. Енді екінші сөйлемді қарайық. For Christine, do you know where she is? Ол қайда екенін білесің бе? Мен Кристинаны іздеп жүрмін. Яғни біз бұл жерге look сөзін қоямыз. Look for бірігіп фразалық етістік іздеу деген мағынаны білдіреді. I болғандықтан am келеді бұл жерде. To be етістігінің am деген формасы. I'm looking for Christine. Do you know where she is? Үшінші сөйлем. It болса is келеді, көмекші етістік. Енді dark, қараңғы. Онда қараңғы болып келе жатыр. Яғни өзгермелі ситуация. Онда get етістігін пайдаланамыз. It's getting dark. Shall I turn on the light? Turn on, бұл да фразалық етістік. Қосу, жарықты қосу деп аударылады. Күн қараңғыланып келеді, жарықты қоссам бола ма? They don't have anywhere to live at the moment. Олардың дәл қазір уақытта тұратын ешқандай жері жоқ. They with friends. Олар достарымен бірге. Яғни достарының үйінде тоқтады, қалды. Бұл жерде біз stay етістігін пайдаланамыз. They are staying with friends. Енді келесі сөйлем. Until they find somewhere деген бар екен. Бір тұратын жер тапқанша олар достарының үйінде уақытша тұрақтап жатыр. Енді бесінші сөйлемге қарайық. Things are not so good at work. Жұмыста жағдай онша күшті емес. The company, money. Компания ақшаны не істеп жатыр? Енді мына жерде қарайық. Жоғалту деген сөз келеді екен. Lose. Мына жерде бізде төртінші тұр. Lose деген сөз. Соны пайдаланайық. Енді company жекеше түрде бір мекеме ретінде алсақ, онда is көмекшісін пайдаланамыз. The company is losing money. Келесі алтыншы сөйлем. Have you got an umbrella? Қол шатыр бар ма сенде? Жаңбыр жауайын деп тұр. Или жоқ, жаңбыр басталайын деп тұр. So, it is starting to rain. Жаңбыр жауып бастап жатыр. Келесі 7. You a lot of noise. Қатты шулап отырсың, қатты шу шығарып отырсың. Noise бізде make етістігімен жүреді. Make noise, шулау. Енді you әрқашан to be етістігінің are формасымен қолданылады. You are making a lot of noise. Can you be quieter? Бұл жерде quieter деген quiet, тыныш деген сын есімнің салыстырмалы жайы er жұрнағы жалғанып тұр. Сәл тыныштала аласың ба? Так, to concentrate. To concentrate, назарымды шоғырландырып, бір затқа назарымды жинақтай алмай жатырмын. Яғни, или солай жинақтап жатырмын. I am trying to concentrate. Бұл жерде try етістігін аламыз. Яғни, өзімді жинақтауға тырысып жатырмын. Так, енді ең соңғы сөйлем, 8-ші сөйлем. Why are all these people here? Неге мына адамдардың барлығы мында? Не болып жатыр? Болу деген мана екінші тұрған етістік happened аламыз. What деген сұраулы сөз, he, she, it сияқты үшінші жақ жекеше түр болып саналғандықтан бұл жерде is көмекшісін пайдаланамыз. What is happening? Немесе қысқартып айтсақ, what's happening? Бірде екінші жаттығу. Put the verb into the correct form. Sometimes you need the negative I'm not doing, etc. Енді
Етістіктерді дұрыс формаға қой дейді. Кейде сізге болымсыз формасы қажет болып қалады. Please don't make so much noise. Өтінем, сонша шуламашы. I'm trying to work. Мен жұмыс жасауға тырысып жатырмын. Let's go out now. Жүр сыртқа шығайық. It isn't raining anymore. Жаңбыр жауып тұрған жоқ. You can turn off the radio. Turn off, манағы turn onға қарама-қарсы сөндіру деген мағынаны білдіреді. You can turn off the radio. Радионы өшіруге болады. I am not listening to it. Мен оны тыңдап жатырған жоқпын. Kate phoned me last night. Kate маған өткен түнде телефон соқты. She's on holiday in France. Ол Францияда демалыста жүр. She have a great time and doesn't want to come back. Ол өте күшті уақыт өткізіп жатыр және қайтқысы келмейді, қайтқысы жоқ. Сонымен she болғандықтан бастауыш біз to be етістігінің is формасын аламыз. She's having a great time and doesn't want to come back. 5. I want to lose weight. Lose weight тұрақты тіркес салмақты азайту, салмақты жоғалту деп аударылады. Мен салмақ тастағым келеді. So this week I'm eating lunch бола ма? I'm not eating lunch бола ма? Әрине, I'm not eating lunch. Яғни мен осы аптада түскі ас жеп жүрген жоқпын. Andrew has just started evening classes. Andrew жақында ғана кешкі сабақтарды бастады. Кешкі мектеп сияқты. He is learning German. Ол неміс тілін үйреніп жүр. The next. Paul and Sally have had an argument. Paul мен Sally керісіп қалды, ұрсып қалды, немесе пікір таластырып қалды. They are speaking ба, или they aren't speaking to each other ма? Олар бір-бірімен әрине енді ұрсып қалса сөйлеспейді. Онда болымсыз түрі they aren't speaking ба. The next. 8. Мен шаршап жүрмін. I need a rest. Маған демалыс қажет. Яғни I'm getting tired. Tired сөзі get пен көбіне бірге жүреді. Get tired, шаршау деп жазып алсаңыздар болады. Жалпы жаттығуларды тоқтатып қойып, әуелі өздеріңіз жазып шықсаңыздар, содан кейін барып видеоны қосып, өздеріңіздің қателеріңізді тексерсеңіздер болады. Неше жаттығудан, неше сөйлемнен қаншасы дұрыс болғандығын пайызбен шағып, өзіңіздің қаншалықты present continuous шағын игергеніңізді түсінесіз. 9 сөйлемге назар аударайық. Tom, work this week. Том осы аптада жұмыс жасап жатыр ма, жасап жатқан жоқ па? Келесі сөйлемге қарайық. He is on holiday. Ол демалыста дейді. Олай болса, ол жұмыс жасап жатырған жоқ. Сонда Tom isn't working this week. 3-ші жаттығу. Complete the conversations. Әңгімені аяқтауымыз керек. I saw Brian a few days ago. Так, B адам айтады. Oh, did you? What's he doing these days? Я, осы күндері ол не істеп жүр? Бізге негізі жақшада what he do деген сөздер берілген. Осыдан what's he doing деген сұрақ қойып тұрмыз. He's at university. Ол университетте. Енді what he study, яғни ол не оқып жатыр деген сұрақ қойымыз керек. What сұрақ қойған кезде сұраулы сөз тұрады. Бірінші, мынау арнайы сұрақ special question болғандықтан, содан кейін барып көмекші етістік бастаушының алдына шығады. Біздің бастаушымыз he болғандықтан көмекші етістік is. Сол is he-дің алдына шығады. Сонда what is he және study-ға ing жалғаймыз. What is he studying? Psychology, яғни психологияны оқып жүрді. B адамның сұрағын қарайық. He enjoyed it, яғни оған ұнай ма? Яғни бұл я жоқ сұрақ, yes no question. Ол жерде сұраулы сөз болмайды. What, when, why, who деген сияқты сұраулы сөздер болмайды, тек көмекші етістік алдында тұрады. Сонда is he enjoying it? Оған ол ұнап жатыр ма деп сұраймыз. A адам айтады. Yes, he says it's a very good course. Енді екінші conversationге назар аударайық. Pay attention to the second conversation. A. Hi, Liz. How? Сосын in your new job. Енді get on деген қалай жүріп жатсың? Жағдайың қалай? How you деген әрқашан
to be етістігінің are формасымен жүргендіктен are-ны алдына шығарамыз. How are you getting on in your new job? Так, not bad. It wasn't so good at first. Басында ондай күшті болмады. But better now дейді. Яғни things, бастаушымыз things екен. Things заттар, нәрселер, жағдай деп аударсақ болады. Бұл жерде көпше түрі болғандықтан is емес are-ны қолданамыз. Things are getting better now болады. Келесі. A. What about Jonathan? Is he okay? Jonathan ше, ол жақсы ма дейді. Yes, but his work at the moment дегенде he not enjoy. Яғни оған қазір ұнап жатырған жоқ жұмысы. Бастауыш he болса to be етістігінің is формасы келеді. But he's not enjoying his work nowadays. B. He has been in the same job for a long time and бізде жақшада he begin деген белгі тұр. He is beginning to get bored with it. To get bored with something бір затқа іші пысып бастау. Уже оған қызық емес болып бастады. Ең соңғы 4-ші жаттығуға назар аударайық. Pay attention to the fourth exercise. Complete the sentences using the following verbs. Етістіктерді пайдаланып, сөйлемді аяқтайық. Мынандай етістіктер берілген. Begin, бастау. Change, өзгерту. Get, алу. Increase, жоғарылату. Rise, көтеру. The population of the world is increasing very fast. Әлем халқының саны өте жоғарылап бара жатыр. Тез, жылдам жоғарылап бара жатыр. Population бастау жекеше түрде және бұл саналмайтын зат есім болғандықтан is көмекшісі пайдаланып тұр. The world әлем жекеше түрде, енді тағы да is пайдаланамыз. The world is, сосын things never stay the same. Заттар әрқашан сол күйінде қалмайды, яғни әлем өзгеріп жатыр. Өзгеру деген бізде change етістігі. Сонда the world is changing. Келесі. The situation is already bad and it is getting worse. Worse сөзі badтің салыстырмалы шырайы. Ситуация нашар және ол нашарлап бара жатыр одан сайын. The cost of living, өмір сүру бағасы, құны, енді бұл жерде is rising, жоғарылап бара жатыр, өсіп бара жатыр. Every year things are more expensive. Әрбір жыл сайын заттар қымбаттап бара жатыр. Соңғы сөйлем, the last sentence. The weather is to improve. Так, the rain has stopped and the wind isn't as strong. The weather is beginning to improve. Ауа райы жақсарып келе жатыр. Improve жақсару. Жаңбыр тоқтады және желде қатты күшті емес дейді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Алла зейіндеріңізді ашсын.